Сәлем оқырман, кванттық телепортация дегеніміз не? Телепортация тек фильмдерде ғана болады деп ойладың ба? Кванттық телепортация бөлшектің кванттық күйін бір жерден екінші жерге жылдам тасымалдау процесі. Заттың өзі емес, оның ақпараттық күйі тасымалданады. Бірінші эксперимент 1997 жылы Антон Цайлингер бастаған ғалымдар бірінші рет фотон күйін телепортациялады. Бұл телепортация емес, бұл кванттық күйдің көшіруі. Осы сәттен бастап кванттық телепортацияның жаңа дәуірі басталды. Қытай ғалымдары 2017 жылы Метеус атты спутник арқылы жер мен ғарыш арасында кванттық телепортация жасады. 1200 километр қашықтықта екі фотон байланыста болды. Ғаламдық кванттық интернетке бір қадам жақындай түстік. Кванттық байланыс қалай жұмыс істейді? Екі бөлшек бір-бірімен байланыста болады. Тіпті олар миллиондаған шақырым алыста болса да. Бұл кванттық шатасу. Біреуінің күйі өзгерсе, екіншісі де тура сол мезетте өзгереді. Болашақта кванттық телепортацияда не күтеміз? Кванттық телепортация болашақта супер қауіпсіз интернет, кванттық компьютерлер арасындағы байланыс және де ғарыштағы мәліметтер тасымалы үшін қажет болады. Сенің ойыңша болашақта адамдар телепортациялана алады ма? Қалай ойлайсың?